Ассаламу алейкум достар. Қазақ тіліндегі жеті септік араб тілінде қалай жасалады? Бүгін соны үйренеміз. Атау, яғни кім не деген сұраққа жауап беретін септік арабша исім болады. Оған мысал келтіретін болсақ, мысалы Али адамның есімі, Асад деген зат, арыстан. Яғни кім не деген сұраққа жауап береді. Ал ілік септік кімнің ненің. Бұл жерде кімнің дүниесі деген сұраққа жауап беретін. Арабша ли деген қосымша болады. Ол мысалға былай жазылады. Ли фахдин деп айтсақ болады. Ли фахдин. Кімнің ненің деген сұрақ ли қосымшасы арқылы жасалады. Одан кейін барыс кімге неге. Иләл мадрасаны мысалы. Иләл мадраса деп жазсақ болады. Иләл мадраса. Кімге неге деген илә немесе аля. Табыс кімді нені. Табыс кімді нені, яғни кімді көрдім деген кезде ол сөздер соңы фатхамен немесе көптік жалғаулар болатын болса яймен жалғанады. Мысалға қарату китабан немесе қаратул китаба. Китаба. Бұл жерде соңы фатхамен аяқталады. Кімді нені деген сұрақта соңы фатхамен немесе яй дегеніміз муслимун деп жазылады ғой. Райту муслимун емес, ол жерде райту муслимин деп жазылады. Яғни оудың орнына ей келеді. Ей немесе фатха деген. Фатха жекеше, ей көпше түрде болады. Келесі жатс кімден еді? Фи мәктәбин деп айтсақ болады. Яғни орындықта. Шығыс минал әлбайти. Минал бәйти. Көмектес кімнен болады бұл жерде? Жоқ, кіммен болады деген. Кіммен? Ма садиқи деп жазсақ болады. Садиқи. Түсіндіңіздер ғой? Араб тіліндегі жеті септік, қазақ тіліндегі жеті септік араб тілінде осылай түрленеді екен.